қазақтың қалың мал деген түсінігінің өзі сол негізінде сату ғой, енді қызыңды сату ғой, былай қараған кезде, қуып келген кезде. Мынау дүние жүзіндегі қанша триллион қаржы 1% адамға тиесілі. Соны таяқ жеп отыра берсін ба дейді. Жоқ, таяқ жемесін, арыз жазсын. Бір әйел 2-3 еркекке тиеді. Әйел деді еркек сияқты жұмысқа салды. Былайша айтқанда құлдыққа салды ғой, қарап отырсаң. Сөйтті. Кемсіту деген нәрсе емес, ол әйел теңдігі бәрі дұрыс қой. Былай қарасаң әйелге обал ғой. Көк паспортты қалай осы солай таратып жатыр. Тоқалды заңдастырайық дейді. Қытайлардың келіп мен топырлап қазақтың қыздарын алып Қытай туған қалдамаймын мен. Мысалға Әлихан Бөкейханов өзінің ұрпағының поп кететінін білді ма? Білген жоқ. Неге қасындағы алаш арыстар олай насихатталмады? Негізгі бәленің бәрі білімсіздіктен болады. Біздің қазақтың дерті сол білімсіздіктен. Адамдар Назарбаевты сағына бастады қазір қайтадан. Қайсысы өздігінен тақтан түсіпті, бәрі өліп бірақ кетті ғой. Былай қарасаң шынымен әділетсіздіктер сол жақта болып жатыр, иә? Ең сорлы еркек әйелін ұратын еркек дейді. Қыздардан табысты ешкім қызғанбайды. Әйелі бар үйдің берекесі болады. Сәні болады. Өйткені мен өзіме сенемін, мен ез емеспін. Не курс жоқ, не ақша жоқ. Не үйге келгенде ата-енесі ұрысқан, күйеуі ұрысқан, үйінің кәдімгідей берекесін алып қойған ғой. Ойбай, еркектер байса тоқалаланып шығады дейді. Енді тием деп тұрған қыздар бар болып тұрған, оған не істейсің ал? Нағыз ер азамат екенімізді көрсететін бір функциялар қалмай қалған соң өстіп қалдық па? Не болды, бір әйелдермен алысып қалдық қой. Бизнеспен білім бәйгесінде қазаққа қажет қосымша жасадық. Әртүрлі әлеуметтік желілерді оңай меңгеріп, молырақ пайда табу. Сонымен қатар Қазақстанның мақтанышы болған Каспийде кәсіп ашудың да жолын түсіндіретін ерекше экспертпен сабақ түсіріп қойдық. Және қазіргі таңда өте өзекті болып жатқан жасанды интеллект, әсіресе ChatGPT-ді кәсіби деңгейде жоғары пайдаланатындай оның да курсын істедік. Барлығы 100 сабақтан құралған осы қосымшадағы курстардың бағасы 5,000 теңге. Толығырақ ақпарат алу үшін мына номерге хабарласыңыз, Play Market'тен немесе App Store'дан жүктеп алыңыз. Ассалаумағалейкум, армысыздар, қадірлі қажет жандар. Бүгін кезекте қажет подкаст. Бүгін бізде қонақта Алмас мырза, қош келіпсіз. Армысыздар. Сіз өткенде бір алаш тақырыбында осы подкаст туралы айтып қалдық. Сол кезде бір осы тақырыпта сұхбаттассақ болатын еді деп бір айттыңыз. Және кеше осы біздің екінші бір жобамыз бар болатын, Қанат Тілеухан деген сол каналдағы бір үзіндісі өзі Фейсбукта қазір мынау хайп дейміз ба, хит дейміз ба, тренд болып кетті ғой. Сол кезде тағы жазыңыз. Негізі бұл тақырыптың ойлары тереңде жатыр, мәселе басқада деп арнайы мен белгілепсіз. Неліктен маған сұхбат бергіңіз келді? Мен енді бұл жерде мен болмасам да басқа бір демограф па, сондай адамдар, мамандардан сұрауға болады деген ой болды негізінде. Бірақ бұл тақырып енді бізден алыс емес, қазақтан. Біз қазақ неге азбыз? Және оны қалай көбейту керек деген мәселе бар ғой елде негізі. Мемлекетте бар ондай. Жаңа сырттан шетелдегі қандастарды әкелу керек па? Жоқ әлде жаңа бір өңірдікін екінші өңірге көшіреміз ба деп сондай. Тоқалалуды заңдастырамыз ба деген. Соны заңдастырамыз ба деп. Оның бәрі мәселе негізінде. Мәселе болғанда ол кейіннен шығып жатқан нәрселер да. Ал енді бұл жаңа кешегі ол сөз Бақыт ағамыздың айтқан бір сағаттық сұхбатының ішінен алып, бір кішкентай тырнақтай ғана нәрсені алып, соны талқыға салып жатыр, тезге салып. Сол үшін жаңағы әйелдер қауымы еркектерді жек көріп, сол жерде оған қосылып кеткен еркектер де отыр, шулап жатыр да. Негізінде бұл енді өйтіп сонша өкпелейтін дүние емес. Тіпті мен сол жайлы бір жазып өзімнің парақшамда пост салсам, сол постқа да қыздар ренжіп жазыпты да. Соңғы бір 5 жылда әйелдер өз құқығын қорғап шығып еді, соны сөйтіп қалдыңдар ма деген сияқты айтады да. Мен ешкімге ол жерде жамандық айтқым жоқ, әйелдерді жамандағам жоқ, болмаса еркектер жақсы дегем жоқ. Өйткені қараңыз, қандай жаман еркек болса да оның анасы бар, қарындасы бар, әпкесі бар, қызы бар. Еркектерді қанша жек көрсе де оның әкесі бар. Ол да біреудің белінде жүрген қыз мысалы. Өмірге келді. Содан кейін барып оның бауырлары болады, оның әкесі, атасы болады, соны тәрбиелеген. Бірақ енді олар неге осынша жаңағы еркектер тақырыбына өте бір жек көрушілікпен қарайды? Бұны қыздыратын, көрін қыздыратын басқалай ұйымдар мысалы. Өзіңіз білесіз, әлем қаржысының иесі болып отырған BlackRock бар мысалы. Сол сияқты бірнеше компания бар, өзі 5-6 компания бар әлемде. Vanguard, Fidelity. Осы компаниялардың иелері болашақта сол биліктен айырылып қалмас үшін жер бетіндегі адам санының азайғанына мүдделі. Әсіресе мына кедей елдердегі халықтардың санының азайғанына мүдделі.
Онан кейін олардың мына өз Европадағы халықтың онсыз да эгоист болып жаңағы туу көрсеткіші төмендеп кеткеннен кейін сол азиаттықтар европалықтарға барып жұмыс істейді. Азия, шығыс, таяу шығыс, африкалықтар барып жұмыс істейді. Сонда жаңағы барып істеп жатқан бассыздық әрекеттер көп. Мысалға метродағы адамдарды тонап кетіп, итеріп жіберіп, енді былайша айтқанда өзімен өзі жатқан Европа еді бір кезде. Қазір енді Африкаға айналып бара жатыр ғой. Иә. Сонда жаңағы бұлардың қорқынышы неде? 1924 жылы менің атам дүниеге келген. Сол кездегі халықтың саны қанша еді? 1 миллиардқа жетпейтін жер бетінде. Жалпы, иә? Жалпы жер бетінде. Енді міне 100 жыл өтті. 100 жылда қазір 8 миллиардқа таядық. Бұл өте үлкен прогресс те. Осыны өсіру үшін қалай істеді? Вакциналар ойлап тапты, адам жасын ұзартты, күтім деген дүниелерге жаңағы жалпы соғыстарды тоқтатты, болып жатқан территорияларды ақтады, біріккен ұлттар ұйымын құрды, халықаралық адам құқығы нормаларын жазды. Сөйтті де адам санын көбейткен кезде осынша көбейіп кетеді деп ойлаған жоқ олар. Және сол норманы істеп жатқан елдер емес, мына Азия елдері, Африка елдері ғой көбейіп жатқан. Шын айтқан кезде Қытай мен Үндістанда, содан кейін Африкада ең көп туу көрсеткіштері. Осының бәрін қарап отырып, олар болашақта қолдарындағы биліктен айырылып қалу мүмкіндігі бар екенін, ықтималдығын зерттеп, аналитика шығарды. Соның арқасында олар қазір мысалға гендерлік саясат деген шығарып алды. Әйелдерді еркектерге қарсы қояды. Ол да дұрыс жұмыс жасамады, өйткені арада махаббат бар деген сияқты. Сонымен еркектерді еркектерге, әйелдерді әйелдерге шаптырып, сондай дүниені шығарды мысалы. ЛГБТ дейді, басқа дейді мысалы. Оны істеп отырған осы ұйымдар негізінде. Бұларға не керек? Жер бетінде баяғыдай қайтадан саналы 1-1,5 миллиард ақсүйектер өздері жүрсе дейді ғой. 1,5 миллиард қана адам қалса дейді. Өйткені мынау дүние жүзіндегі қанша триллион қаржы 1% адамға тиесілі. Қазіргі 8 миллиард болса, соның ішінде 1%-ына ғана тиесілі. Енді олар сол билікті беріп қойғысы келмейді. Сондықтан бұлар жаңағы Швейцариядан қанша туннель қазып тастаған. Альп тауының астының бәрі туннель. Өйткені Швейцарияға ешкім соғыс ашпайды. Және ашқан күннің өзінде бәрінің мүддесі соны қорғау ғой енді. ақш болсын, Европа болсын, Қытай болсын, біз де сол жақта жатырмыз деген сияқты. Сондықтан Швейцарияның астынан қанша миллион адамға туннель қазып тастаған. Егер Швейцарияның халқын кіргізетін болса, емін-еркін жүреді екен соның ішіне. Сол сияқты ол әлі тоқтаған жоқ, ол прогресс әлі жүріп жатыр. Өйткені болашақтағы жаңағы адам толқынынан бұлар әлі қорқады. Бұл конспирология сияқты естілуі мүмкін. Негізінде бұл шындық, болып жатқан шындық. Мысалға олардың қолында компанияларды, жаңа акциясын сатып алып қойған компанияларды өз мүддесіне жұмыс істету үшін, мысалға Netflixті білесіз, олардың әрбір түсірген фильмінде бір гей болмаса лесбиянка адам жүреді. Иә, ашық насихаттайды. Және адамның жақсысы сол, ана айналасына игілік ойлайтын, әлі ол физически мықты болады. Оны соңғы түсірген ана Игра кальмар деген ойын бар. Соны көрсеңіз де болады. Сол сияқты қаншама фильмдер, телесериалдар түсіп жатыр, әрқайсысында сондай персонаждар жүреді. Сол бұлардың мақсаты. Енді олар өздерінше мақсат құрады. Енді көп қой ондай ұйымдар, мысалы массондар дейді. Массондардың өз мақсаты бар. Әр дәуірде, әр ғасырда олардың мақсаты әртүрлі болады. Бір жерде біреумен бір жаңағы тұлғамен алысса, бір жерде бір ұлтпен алысып жатады. Бір жерде бір территорияға таласып жатады. Ол әр ғасырдағы мына келген ұрпақтың басында проблемасына қарай өзгеріп отырады бұл да. Енді біздің өзі енді көбейеміз ба деп жатқан кезде әлемде осындай проблема шықты. Енді көбейеміз дегенде жалпылама тосқауылдық бір проблема. Иә, енді ол жаңағы коучтар деп айтып жатқанда, біздің елге не келсе де іліп алып кетіп бірден соны тез қағып алады да, соны тез іске асырып бейімделгішпіз. Өйткені біздің халықтың саны азақ. Жаңа бейімделіп жатқандардың өзі де олай бүкіл әлемдік бүйтіп үлес салмаққа салсаң, кішкентай ғана болып қалады негізінде. Бірақ адамға қатты әсер ететін нәрселерге, жаңағы психологиясына әсер ететін нәрселерге өте тез жылдам кіреді бізде. Жаңағы коучтарында көбейіп кеткен сол. Бірақ бұл да тренд, бұл уақытша нәрсе бұл да. Ертең бұнда дәурен өтеді. Қазір қараңыз, заңмен тыйып жатыр. Дипломың болу керек деген нәрселерді қойып жатыр да. Ертең жаңағы салықпен тыяды. Соң өзінен өзі ол саланың маманы емес адамдар өз-өзінен кетеді. Бұл да азаяды. Бір кезде бұл да түсінеді. Мысалға, еркек пен әйелді Қазақстанда бір-біріне қойғаннан не табасың мысалға?
ол деген гармонияда бір махаббатта өмір сүру керек қой. Мысалы кеше ақынды сонша тілдеп жатыр, қанша адамдар, мен қанша танитын кісілер жазып жатыр да. Сонда қарасаң, оның осы уақытқа дейін жазған өлеңдерінің бәрін, енді ақынның өлеңінің бір 70-80% махаббатқа болады негізінде. Қыздарға арналады негізінде ше. Бүкіл жазылып жатқан әндердің 90% қыз баласына. Иә? Сезім, махаббат. Енді суретшіде шығарма салатын болса, негізгі арқауға мұза деп қызды алады. Мүсіншіде де сондай. Қарап отырсаң, қазақтың зергерлері де бүкіл 100 зат жасаса, соның 98-ін қыздарға арнап жасайды. Өзіміз жасаймыз соны. Ең жақсысын, ең әдемісін солар тақсын дейді. Ол ежелден келетқан дүниеде. Бірақ енді келдік та бір ойбай қазақтар деген осындай, біз деген әрбір қазақтың еркегі тиран сияқты көреді да. Ол жаңа ішінде садистік бір қабілеті бар адамдар, жаңағыдай сондай адамдарға зұлымдық жасағысы келіп тұратын адамдар, бұл өз табиғатында өз сондай адамдар болады. Ол мысалы оның жынысқа бөлінбейді. Мысалға бүгін мен жаңалықтан көрдім, Ташкентте 18 жастағы жігіт қыз үшін 14-ші қабаттан ұшып кеткен дей ма? Құлап өлген жаңа қыздың махаббаты үшін. Былай қарасаң, енді кімді кінәлайсың? Қызды кінәлайсың ба, еркекті кінәлайсың ба? Сонда қарап отырсаңыз, ол үнемі бола беретін әлеуметтік жай кәдімгі қоғамдағы проблема. Оны алып шығып үлкен проблема жасайды. Мысалға біреу әйелі күйеуінен таяқ жеп дейді отбасында. Сонымен таяқ жеп отыра берсін ба дейді. Жоқ, таяқ жемесін, арыз жазсын. Құқық қорғау орындары бар, арнайы заңдар бар. Оның түзейді, оның отбасылық талқыға салады мысалы. Болады ғой, оның не бір шешімі бар. Бірақ жоқ, бізде оны алып әлеуметтік дүние жасап, бір жынысты екінші жынысқа қарсы қою. Енді оған қаржылы беріп отырған ұйымдар тұр ғой, мысалы. Кеше ғана қазір шығып жатыр ғой, 100 мың доллар алып, ол ақпарат шығып кетті енді. Ал не істейді олар? Біз деген ешкімнен ақша алмаймыз деп жүрген кісілер олар бір кезде. Өзімізбен өзіміз жүрген адамдар деп жүрген. Қарап отырсаң енді, жай ғана сөйтіп агитация жасаған үшін сондай ақша төлеп жатса, олар сол үшін ғана жұмыс істеп жүр, бірақ олар әлгі өзінің ұлтына, өзінің болашағына балта шауып жатқанын түсінбейді. Енді біздің подкастымыздың негізгі бір тақырыбы болды ғой, гендерлік теңдік. Сонда мен тура кешегі подкасттың тақырыптас, одан бұрын, бір апта бұрын видео дайындағам. Сол жерде өте маңызды нәрсе, өйткені актуалды болып кетті шынымен бұл мәселе ше. Содан қарап отырсам, зерттеу талқыласам, 1970-60 жылдары Америкада соғыстан кейін үлкен идеология болған. Неге? Еңбек нарығы бос, налог, салық төлену керек. Не істейміз деген кезде әйелдерді осы еркіндік деген желеумен, яғни жұмысқа тартайық, осылардан салық алайық, еңбек күшін арттырайық деген. Яғни бұл жердегі анық айтылатын ұран, анық көрсетілетін ащы шындық ол мынау. Әйелдерді шектеп тұрған ең маңызды нәрсе ол еркіндік деген идеология екен. Міне, әйел көп ғасырларда, мына жестокий век дейді ғой, 18 ғасырға дейінгі уақытта адамда паспорт болған жоқ қой. Паспорт жоқ уақытта сен мысалға жаңғы жүру өте қауіпті еді. Адамдар топтасып жүреді, бір жаққа сапарласса, 2-ден 3-ден жүреді, 5-ден жүреді, 10 жүреді, қаруланып жүреді. Өйткені кез келген жерден қарақшы шығуы мүмкін да. Сені өлтіріп тастап кетсе, бір аптадан кейін сені ешкім танымайды, өйткені құрт жеп қояды, жаңағы адам бұзылып кеткен болды ғой, танымайды ғой. Сөйтіп жаңа ит пен құсқа жем болып қалмайық деп, сөйтіп адамның қауіпсіздігі өте жоғары болған уақытта әйелді бұлар тауар көрді адамдар. Ол қазақ емес, басқа дүние жүзінде мына қазақтың қалың мал деген түсінігінің өзі сол негізінде сату ғой, енді қызын сату ғой, былай қараған кезде, қуып келген кезде. Әйтпесе қалың малсыз да қызды беруге болады ғой. Енді ол бізге салт болып қалғаннан кейін жай ырымын жасайды қазір. Бірақ негізінде осы дәстүрдің өзі сол кездегі бір теңсіздік, әлеуметтік теңсіздіктен еді. Ол мені арыдан алып беретім де енді. Бірақ бізде ғана емес, дүние жүзінде сондай бір теңсіздік болды, күш теңсіздігі болды. Әуел баста жер бетінде көп жерлерде матриархат дамыды. Өйткені бір отбасының құндылығы ананың айналасында болды да. Аңшылықпен айналысты ғой. Сол замандарда шешесінің айналасында отырып, жаңағы мына тарихтар қарап отырсаңыз, көп мемлекеттердің негізі отбасылық жаңағы идеологиясы
матриархатизм болған, матриархат болған. Бұл әлі бар. Мысалы Қытайдың бірнеше тайпасы. Қытай енді біз Қытай деп айтқанмен ол көк түріктер деген сияқты көп тайпалардан құралады да бір Қытай деген мемлекет қой негізінде. Мысалы біз Әзербайжан, Қытай, Әзербайжан, Қазақстан, Түркия, Түркменстан, Өзбекстан бәрін қоссақ түрік халық жаңағы тұран боламыз. Сол сияқты Қытай дегенде сондай бір жүздеген ұлттың басын қосып отырған мемлекет қой. Сонда Қытайда матриархат әлі бар кейбір тайпаларында, мемлекеттерінде. Оларда әлі күнге дейін сол қыз жігітті таңдайды. Бұларда ондай проблема жоқ шығар енді. Непалда бар, мысалы, Непалды көрдім. Мысалы, Непалда бір әйел 2-3 еркекке тиеді. Одновременно бір уақытта. Өйткені ол Гималайдың етегінде тұрады. Ол жерде әйел жоқ, әйел аз. Және бір әйел келгеннен кейін жаңағы ағайынды 2-3 адамға бірақ тиеді, соның бәріне матриархаттық нені жүргізеді. Ол жерде 2-3 еркек ананың бастығы емес, әйел оның бастығы. Көрдіңіз ба? Баян ханым ба кім қозғап жүр осы тақырыпты? Непалда ол уже болып жатыр. Ондай мемлекеттер бар, мәжбүрліктен болып жатқандар. Енді Үндістанда да ондай тайпалар бар екен. Ал енді бізге қазаққа келген кезде қазақта Алаштың да көтерген тақырыбы осы болды. Қамар сұлу деген болды. Мысалы Қалыңмал, Бақытсыз жамал. Осының бәрі әйел теңдігімен үшін жазылған дүниелер ғой. Тіпті Біржан Сара деген айтыстың өзі негізі соған нәп келеді. Ал енді ақшта ғана көтерген жоқ, бұл соғыс жылынан кейін тың игеру болған кездерде бізде де болды ғой. Мысалы тракторист деген Дөнентаева дегендер. Соғыстан кейін өйткені еркек жоқ. Не істейді? Әйелдердің бәрін жұмысқа салу керек. Әйелдерге арақ ішкізуге болады, әйелдерге темекі тартқызуға болады деген сол кезде насихаттала бастаған. Жаппай насихатталды да әйелдерді еркек сияқты жұмысқа салды. Былайша айтқанда құлдыққа салды ғой қарап отырсаң. Яғни әйелдің болмысындағы табиғатынан ажыратып, ол үйде әйел, ана және мына жаққа келді да жұмысшы болып кетті ғой. Еркектікі ол сыртқа шығады, жұмысшы болды, сол еді ғой, жұмыс істейтін. Мына жерде әйелге бірнеше ауыр жүктердің бәрін, наоборот, сонда керісінше қазір әйелді еркіндік дегіздік қойды да шаршатып жатыр ғой, бүкіл күшті қоғамдық. Енді бұлай қарасаңыз, әйел босанғаннан кейін, ана болғаннан кейін, мысалы, босанғаннан кейін ол физиологиялық тұрғыдан жұмысқа жарамайды мысалға. Бәрібір үйде отыру керек болады. Енді бала ол әйелге ғана керек емес қой, еркекке де керек. Еркектің мойнында ғой, баланың өсіп 18-20-ға келгенше бағып қағып өсіру, оның табыспен қамтамасыз ету еркектің мойнында. Бұл жерде енді жаңағы жеңілтек өз отбасын тастап, отбасына жаңағы алимент төлемейтін еркектердің де кінәсін айтуға болады. Олардың да жаңағы бөріктің намысы бір десек те, олардың істеп жатқандары ездіктірлік негізінде, шынын айтқан кезде. Ал енді бірақ әйел босанып келгеннен кейін 5-6 айдан кейін еркегі жаңағы не алып жатыр ғой, декреттік демалыс алып жатқандар. Бұларды да түсінемін, ол мәжбүрліктен болып жатқан сол. Оған да ешкім күле қарайтын нәрсе емес. Бұл өте жақсы нәрсе негізінде. Егер шынымен әйел табыскер болып, жаңағы еркегі баласын қараймыз, біреудің баласын қарап жатқан жоқ қой. Өз баласы. Сырттан нәне жалдағаннан гөрі. Теңдік деген сол емес пе деңізші? Теңдік деген осы. Бұл гармонияда әркімнің өзінің қабылдауына қарай. Мысалға, ойбай еркектер байса тоқалаланып шығады дейді. Енді тием деп тұрған қыздар бар болып тұрған, енді оған не істейсің ал? Бар, иә. Соны қабыл алып тұрғандар бар. Неге біз шығып оның ойына қарсы келіп, оның тоқал болған үшін бетіне басып ренжуіміз керек? Ол да өз таңдауы ғой. Ол таңдау ғой ол жерде. Ешкімге ренжімейді. Әбеке, осы күшті нәрсе да, мен таңғалған нәрсем, бұл жаңағы әйел құқығы, жаңағы кемсіту деген нәрсе емес, ол әйел теңдігі бәрі дұрыс қой. Бірақ мен сол былай қарасаң әйелге обал ғой. Мен айтып отқанымша, жаңағы еселеп күшті сол өтірік маркетинг жасақ қойды да, әйелдерді одан арман стресске түсіріп жатыр. Обал бір жағынан қарасаң. Бірақ сөйте тұра жаңағы еркектер не болып кетті деген нәрсе бар. Бірақ қазір кешегі сол посттардан, сол видеолардан өре түрегеліп, тура сол қатын құтырған заман деген сөзді контекстті алып алып кеткен нәрсеге, мысалға еркек құтырған заман болды десе, ақан құтырған заман дейді. Тіпті жоқ, ездер құтырған заман болды, еркектердің бәрі ез болып кетті десе, мен ешқандай реакция бермеймін. Өйткені мен өзіме сенемін, мен ез емеспін, мен өз жұмысымды дұрыс атқарып жатырмын. Басқа біреу туралы айтып жатыр деймін да, жарайды айта берсін, ондай да бар ғой. Ездер бар, реально бар. Болды ғой.
қаншама наркомандар бар, игромандар бар мысалға, иә. горилла дизи ішіп өліп жатқандар бар мысалға. Қарап отырсаң, өзіне өзі қарамайтын, өзіне жауапкершілік алмайтын жастар көп қой. Бар. Олардың бәрін енді ездемегенде не дейсің оған, бірақ еркекке біз екен, еркектерге сөйттің деп ездеп айтын. Сен еземессің, болды. Сен құтырған жоқсың ба, болды. Неге басқадырасың? Ол тақырыпты олаған арман әкетіп. Мысалға, адамның демократия деген осы, міне адамның таңдау құқығы бар. Бізде ана өткенде Абзал Құспан көтерді ғой, тоқал тақырыбын көтерген кезде, тоқалды заңдастырайық дейді. Мен негізі заңдастыруына келген кезде бүйтіп қарасам, мен заңдастырған қаламаймын. Неге? Қазақстанда заңдастырылатын болса, азаматтық алған қытайлар, басқа ұлттар бар ғой мысалға, басқа да біздің ішімізден, өзіміздің ішімізден атын атамай ақ, бірақ отау үшінен мемлекет жасақысы келетіндер, отау үшінен отау тіккісі келетін ұлттар бар негізінде. Сол ұлттар заңды түрде алады, екеу емес, бесеу, 10-ға дейін ала береді олар. Өйткені соншалықты қаржысы бар, дәулетті адамдар бар оларда. Қараңыз. Енді алғаннан кейін заңды түрде олар көбейе береді. 70-80 ұрпақ қалдырса бола ма, болмай ма? Болады ғой. Егер заңдастыратын болса. Осы мәселеде бұл қауіпті негізінде. Қараңыз, 2006 жылдар ма Ресейде демографиясы түсіп бара жатыр ғой орыстардың. Сол кезде балаға 1.500.000 ба теңге ма сондай жүргөк ақы беретіндей заң шығыпты. Сол заң шыққанда енді әйелдер көбірек тусын деген ғой. Сөйтсе орыстар тумай қойғанда, Дағыстандағы, Шешенстандағылар 4 әйел, 3 әйелден алып, әр қайсысы 4-5 баладан туып, әр баласына ана жерде. Олар да Ресейдің құрамында ғой. Аналар қазір байып шыға келген сол дейді да. Содан кейін орыстар бәрібір тумай қойған. Сосын оны тоқтатып тастапты. Енді ол кез келген заң жасалған кезде, заңның жазылған кезде, заңның солқылдақ және жұмсақ тұсы болады. Сол жағынан бұзады негізінде. Адвокаттар мысалға қандай бір қылмыскерлерді түрмеден суырып алып жатады ғой. Сонда ол заңның жұмсақ жерлерін, оны айналып өтетін, оған қарсы жазылған заңдар болады. Соны пайдаланады. Сен ертең жалпылама деп қабылдап алдың ба? Сен өйтпе, сен егер азшылық өз елінде тұрып атып, сондай күй кешті деп қазақтар жаңа 38 жыл қырғынды еске алды, қайтардан қазақ ұлтынан онда тоқал алсын десе, онда мүмкін мен оны қолдайтын. Мен басқа Қазақстанға келіп тайраңдап жүрген дүнгендердің, басқалардың, Қытайлардың келіп мен топырлап қазақ қыздарын алып Қытай туған қалдамаймын мен. Ол егер заң жүзінде қабылданатын болса, сондай болады өзі де. Ол өзі Қазақстанға келгеннен кейін бәленбай жыл тұрса, онсыз да ол азаматтық беріп жатыр ғой. Онсыз да беріп жатыр. Көк паспортты қалай осы солай таратып жатыр. Енді ырду-дырду болып жатқанда біз қырылып жаңағы әйел мен еркек деп әңгіме айтып жүрген кезде олар деген көбейіп жатыр. Ол сол жағынан келген кезде бұл өте қауіпті. Ал жаңағы енді әйелдердің тақырыбында енді мен мысалға өзім солай берудің жекелеген адамдардың радикалдық ойын көрсем әйелдердің, онымен жаңағы ойын өзгерту үшін, болмаса ойына бірдеңе тастау үшін пікірлесу мүмкін, комментте жазысу мүмкін да. Бірақ ол енді бет бақтырмай жаңағы саған жекеңе шығып кетіп бәле қылатын болса, онымен қоя сал деймін. Бірақ әйел деген қауым негізінде эмоциямен жұмыс істейді ғой, логикаға салмайды, эмоциямен жұмыс істейді. Ол жаңағы Фрейдтің де, жаңағы Юнгтың да, басқалардың бәрінің жаңағы психологиялық зерттеулерінде дәлелдеп тастаған. Енді соның эмоциямен қабылдайтынын білгеннен кейін, қазір 21 ғасыр арбау ғасыры, соблазн ғасыры, маркетингке қолданып жатыр. Барынша енді жаңағы психологиясын. Тоқал деген тақырыпқа келген кезде жаңағы ездердің, бір лудомандардың кредитін төлеп, соның артында соның бала шағасын бағып жүргені жақсы ма? Жоқ, әлде бір жақсы жұмыс істейтін қазақтың екінші әйелі болып жүрген жақсы ма? Осы кезде айтады, сен қызыңды бересің ба тоқалдыққа дейді да. Таңдау өзінде ғой, сен білмейсің ғой, сен оның кім болатынын, қайда баратынын, ол мүмкін шетелге кетіп қалам дейтін шығар. Білмейсің. Сондай еркіндік берілген да бізде. Мен андай адам емеспін, жаңағы радикал, бір ортодоксалды адам емеспін. Қазақ болып туын, Қазақстанда өл дейтін адам емеспін. Бала шағаң, ұрпағың, қызың да, ұлың да ертең шетелге барып тұрам десе, тұрады. Бірақ тамырыңды үзбе деп мүмкіндігінше сен оның бойына, құлағына құюға тырысасың. Болашақта біздің білмейміз, мен мысалға 50 жылдан кейін не болатын. Мысалға Әлихан Бөкейханов өзінің ұрпағының поп кететінін білді ма? Білген жоқ. Ол ұлтым деп өліп, тіріліп істеді жұмысты. Бірақ Әлиханның көзі құрып кеткенін, солардың жойылып кеткенін, жаңағы Кенесарының ұрпақтарын жойылып кеткенін қалағандар орыс жасап жерді. Жасанды, апарды, детдомға апарды да тығып, сояқтан тәрбиелеп шығарды.
әкесін жау қылып үйретті өзіне, сенің әкеңнің арқасында ана халық деген қиындық көріп жатыр. Сондай нәрсе айтатын болса, ол жек көреді. Сөйтіп тұрып қарама қайшылықты тұлға болып шыға келді әлгі жерде. Көрдіңіз бе? Осындай нәрсе адамның таңдау құқығы, өзі біледі. Ешкімге ешкім айта алмайды. Таңдай алмайтын нәрсе бар ғой бізде. Әке-шешең таңдай алмайсың, тіліңді таңдай алмайсың, туған жеріңді таңдай алмайсың, бауырларыңды таңдай алмайсың, руыңды таңдай алмайсың, қалған бәрін таңдайсың ғой. Таңдауға болады. Міне осындай ол жақтағы пікірім. Тоқедер, сонда бізде адамның тұлғалық болмысын, шығармашылығын, пенделігін және қайраткерлігін бір бөліп қарауды үйренсек екен. Оның айтқан пікірін. Мысалға, қазір айтады, алаштықтарды ақтаймыз дейді ғой. Ақтаймыз деген кезде алаштықтардан кейін тірі қалып қалған қазақтар бар ғой. Әуезов бар, жаңа Әбділда Тәжібаев бар, соларға келіп бүйтіп күйе жағады да. Сен ол осындай болған, ананы сатқан, анаған дануш жазған дейді мысалы. Сен оның шығармашылығын бағала, шығармашылық тұлғасын бағала. Енді өліп қалған адамдарға біз жеке басына өтіп, жаңағы оның жаңағы көрінде тепкілегенді қою керек қой, негізінде кім болса да. Ал енді олар таза НКВДшник болса, таза міне мойындалған жаңағы Қарасартов деп айтылады ғой. Онда шығар, оны жарайды, олар шықсын, айтылсын ондай адамдардың. Ал енді жаңағы Қаныш Сәтбаев та мысалға аман есен қалғандар ғой, алаштың. Сәбит Мұқан. Олар алаштан қалған бір тұлғалар. Тіпті Бейімбет Майлин ұсталған кезде кім айтады ғой? Бейімбет жау болса, мен де жаумын деп айтқан сөзі бар Мүсіреповтің мысалы. Мүсіреповті жау деп есептейді қазір мысалы, алаштықтар сатқан бірдеңке деп. Енді мүмкін жеке көзқараста қарама қайшылықтар болып, сондай дүниелер болған шығар, бірақ оны жаңағыдай жау көріп, шығармасын жау көрудің қажеті жоқ мысалы. Мен өзінің түсінігім бұл менің, басқалардың несін білмеймін. Мысалы оның мен мысалға сол үшін шығармаларын оқымай қоямын деген әңгіме жоқ менде. Олардың пенделігі бір басына бәрімізде бар, мен де пендемін, мен де қарама қайшылықты кездерім болады. Менің мысалға әлгі бал тамған тілден уда тамады дейді ғой. Кез келген ақын жазушыдан, кез келген адамның қателігі болады. Мысалға менің бүгін шын деп, дұрыс деп ойлап тұрған нәрсемді ертең мен бір ғылыми бірдеңкелер дәлелдеген кезде дұрыс емес болып шығуы мүмкін. Өз-өзіне қарсы келетін кездер болады. Мысалға біздің енді жаңағы тарих туралы айтамыз ғой көбінде. Бірақ бір өкіндіретін нәрсе 30 жылдың ішінде біз әлі Ресей жазып берген тарихпен оқытамыз балаларды. Ең өкінішті нәрсе осылар да мысалы. Сіз суретшісіз ғой. Әбілхан Қастеев мен қазақ суретінің заманауи бір атасы ғой. Сол кісінің ең жазған ең керемет картинасы Амангелді ма? Көп ол кісіде картина. Жоқ, былай біз әрімізге мемлекеттік сыйлықты алған жұмысы сол болуы мүмкін, мен сол шығар деп ойлаймын. Кітапта да жалпы насихатталатын сол ғой. Енді сол Амангелді тұлғасы былай қарап тұрсақ, ең алғаш қазақ даласындағы дыбыстық кино сол Амангелді батырға арнап түсірілді. Мектеп жасына барғанда да Амангелдіні атақты батыр дедік. Қыран қияс қазадама бір кітапта Міржақып Дулатұлын ең оңбаған келіп сол Амангелдіні атқан деп сөйтіп бүкіл алаштықтарды барынша жек көрткіге сондай идеологиямен жазылды, жаңа айтып отқандарыңыздай. Бірақ соңғы уақыттарда алаш насихаттала бастап, кинолар түсіріле бастап, зерттеулер кейбіреуі артығымен кетті, жаңағы 20 сантиметр жерде бәленбай жылтырды деген әңгімелерді айтылды, бұл жерде енді көзқарастарын, өзінің көзқарасын соларға бақтыру ғой. Бірақ айтқым келгені идеологиямен басында сол енді соны адамдар аудитория жалпы логикалық жағынан бізде сыни ойлауды, логикалық түсіну дегенді бір осыған қарап бір ұқсаңыздар деймін да. Сол кездегі Бейімбет Майлин, жаңа Ғабит Мүсірепов сол сценарийін жазды ғой Амангелді фильмінің, қарап отырсақ. Сол фильмнің шығуына үлес қосқан адамдар соншалықты үш бәйтерек деп насихатталды. Неге қасындағы алаш арыстар олай насихатталмады? Неге олар сол шәкәрімнен бастап кейінгі кезде ғана ақталды деген нәрселерді біз ойлап қарасақ, әр мемлекет, әр отар жаушы мемлекеттер өз идеологиясы үшін жұмыс істейді ғой. Енді сол кезде Амангелді оларға ыңғайлы болды, кедейлер деді. Бірақ қазір енді ол басқа заман. Енді ол кісінің біз Қастеевтің шығармасы ретінде бағалаймыз. Бірақ енді оның ар жағындағы нәрсені солай екен деп жек көріп кетуімізге тағы да болмайды ғой. Егер біз бүйтіп жаңағыдай
бір батырды мақтап екіншісін түсіру керек болса, онда біз андай өзіміздің арамызда, қазақтың арасында білесіз, ол Амангелді, ол Торғайдан шыққан мысалы, соны енді оның ұрпақтары бар ғой енді. Бұл тек қана ажырату емес, тіпті руаралық қақтығыстарға дейін апаруы мүмкін да. Өйткені мысалы қараңыз, Амангелді кіммен соғысты, Оспан батыр кіммен соғысты, Кейкі батыр кіммен соғысты, жаңағы Кенесары Қасымұлы кіммен соғысты, міне өстіп тарихтың нелерін қарайсың да. Бірақ олар тек ерліктің үлгісі ретінде ғана қарау керек та, бірақ енді оның жаңағы кімнің идеологиясы жұмыс істеді деген нәрсе бар ғой. Егер өйтіп қарайтын болсаң, қазір енді сызу керек болса, Ғани Мұратбаев тұра сызу керек, Жамбыл Жабаев тұра сызу керек, ол көп қой ондай мысалға. Енді Алаш деп айттық, бірақ сол кезде Тұрар Рысқұлов, Сәкен Сейфуллин, Мұстафа Шоқай, бұлай енді қарасақ, бәрі қарама-қайшылықты ғой. Мысалға егер Алаш болған кезде, мысалы Түркістан автономиялы мемлекеті деп екеуі болып кетті, мысалы бір-біріне қайшылық болды, пікірлер қайшылығы да берді. Енді қарап отырсаңыз, ондай тарихта көп болған да, көп болған қақтығыстар, тіпті жаңағы еңлік пен кебекті алып қарасаңыз да, ондай жаңағы бір батыр деп ойлап жүрген батыр емес болып шығады. Мысалға тіпті ана Төлеген Қыз жібектегі Бекежанның өзінің қазір мысалы образы қандай, негізі шын мәнінде ол дұрыс адам болғандығы шығып жатыр мысалға. Фильмде оны қандай жауыз қылып бетіне түкіріп сондай нәрсе істеді ғой. Шын мәнінде ол тарихтың беті ашылған кезде тарихты кім жазып бергеніне қарай шығады да. Енді мысалға кеңес өкіметі кетіп қалды ғой қазір. Егер кеңес өкіметі тұрса, Амангелді әлі де Амангелді болады. Ал енді Тайыр Жароковтар болмаса жаңағы Әліби Жангелдиндер солай насихатталар еді. Мысалға Әліби Жангелдин мен мысалы көп уақытқа дейін жек көрдім. Неге десеңіз, жаңағы оның да жаңағы қарама-қайшылықты әрекеттер көп та, кеңес үкіметінің жолында жасаған. Бірақ шын мәнінде ол да өзін мен осы елді ағартушымын, мен осы елді жақсылыққа жетектеушімін деп ойлады. Сөйтіп жаңағы ең бірінші қазақтан жер шарын айналып шыққан адам мен боламын деп жер шарын айналып шыққан екен сол. Соны қарап отырсаң, ол қазақтың атын шығарып атын қалдырамын деп сондай нәрсе істеп жүрді. Бірақ оның сол кездегі әрекетінің дұрыс еместігін тарих қана дәлелдеп беріп жатыр да. Біз көріп отырсыз ба, мен сізге жаңа айттым, тарихты біз не үшін оқимыз? Тарихтағы бабаларымыздың жасаған қателіктерін қайталамас үшін оқимыз. Әйтпесе, нені көрдіңіз ба? Асылхан Мамашұлының қил кезеңін? Көріп жатырмын, бастаған, бірақ әлі аяқтағам көп қой. Енді сода да осы нәрсе алдымызда шығады да, жаңағы біз осыған дейін желтоқсан дегенде Мұхтар Шаханов деп жүрдік. Бірақ енді ана фильмді қарап отырсаңыз, көріңіздер, сол кезде түсінесіздер. Мүлде керісінше болып шығады. Және комментарийда мен таңғалам, адамдар Назарбаевты сағына бастады қазір қайтадан. Назарбаев тәуелсіздік алып берді дейді. Ол сағына бастағанда комментарийдағылардың да мен ойлаймын. Датамыз қайда тәуелсіздіктегі? Сол қил кезең көрсеңіздер түсінесіздер. Енді ана қазақ не болып кеттік сонда? Биліктен кетті ғой, мысалы Назарбаев кетті ғой. Кеткеннен кейінгі нәрсе бұл бізде қазаққа енді бір тұлға керек болып қалды да. Қазір қарасаңыз, әлгі 2022 жылғы яғни қаңтар көтерілісінен кейін былайша айтқанда қазіргі президенттің атына өте үлкен кетпестей күйе жағылды. Оны мойындай ма, мойындамай ма, не жағылды да мысалға. Оны тағы да тарих кейін өз бағасын бере жатар. Бірақ енді сондай нәрсе болған кезде көп адамдар мысалға ол кісіні жек көре бастады. Ал енді сондай әрекетке жетектеп апарған кім? Тағы да сол қайтып баяғы ескі президент соның жүйесі. Газетпен жауып қойған боқ сасыды ғой енді. Ол мысалы қайтадан сол соның апарған жүйесі да енді қайтадан ностальгия болып жатыр. Яғни оның артындағы мұрагерлері өлген жоқ деген сөз да, қайтадан әлде келсек деген ниеті бар екенін осыдан білінеді. Мысалға маған жұмбақ келесі президент кім болады екен, және ол не ойлайды екен дегенде. Тағы да осылай біз тек қана шикізат сатып өмір сүреміз ба, жоқ әлде бірдеңке істеуге өз алдымызда жаңағы мынау Ресейдің қамытын шешуге әрекеттенеміз бе деп. Мысалға Назарбаевтың несін сағынасың сен? 91 жылғы алған тәуелсіздігінде ОДКБ, жаңағы ТМД, сауда, салық одағы деп қайтадан апарып Ресейге байлап бере салды. Теңгеңді рубльге байлап кетті. Енді сен не үшін сағынасың оны? Ол
біздің тарихи тұлғамыз, біз тарихтан сызып тастай алмаймыз. Сызып тастаймын десең де сызылмайды, ол болды, тарихта қалады. Қараңызшы, шекараны сызған негізі бізде ойбай шекарамыз дейді, оны негізі қол қойған Серікболсын Әбділдин болды. Қазақстан теңгесін жасады, теңгені тағы да Әбділдин істеген негізінде қарап отырсақ. Жаңа алғашқы Қазақстан тәуелсіздік декларациясына сол кісі қатысты болды. Бұл кісілер керісінше ең соңынан шығармауға жаңағы Әбділдиннің алғашқы қабылдаған заңын алып керісінше орыс тілін қосып кіргізіп берді мысалға. Сондай нәрселер. Енді біз оқымаймыз, жаңағы ойланбаймыз ғой біз негізі. Негізгі бәленің бәрі білімсіздіктен болады. Біздің қазақтың дерті сол білімсіздіктен. Абайдың да күрескен сол. Күйіп соңында күйіктен өлді ғой, енді былай қарасаң, жап-жас кетті ғой. 60-қа да келген жоқ. Енді бұл егер білім алмайтын болсақ, біз тек қана жаңағындай басқару оңай болады. Идеология, біреулердің идеологияны кете беретін болсақ, өстіп, онда осы кеткенімізбен кеткен болады. Егер біз жақсылыққа ұмтылып бір дұрыс ел боламыз, халық боламыз десек, онда біз жаппай білім алуға көшеміз. Әбеке, мынау соңғы бір ой болсын. Сіздің кеше мен белгілеп салған постыңызда еркектің құндылығы, ерлердің құндылығы қазір Украинада әрбір ер азамат құнды депсіз. Иә. Бірақ ренжімеңдер, қайтеміз енді. Осы кең байтақ даланы сол қалың мал беріп, өңгеріп, әйелдерін алып қашқан сол дала, сол бабаларымыз осы кең байтақ жерді алып қалды депсіз. Иә. Қазақтың ер азаматы қазір шынымен жаңа айтқанымызда ез болып кетті ма? Соншалық түсіп кеттік па? Жалпы не болып кеттік? Әлде сол әйелдер жұмысқа етене араласып біздің көбірек табатын табысымызға таласқан үшін бір іштей қарсылық білдіреміз ба? Жоқ әлде жаугершілік болып бір шығып ап бір соғысатын ешкі нағыз ер азамат екенімізді көрсететін бір функциялар қалмай қалған соң өстіп қалдық па? Не болды? Бір әйелдермен алысып қалдық қой. Жоқ, бұл әйелдермен алысуда емес бұл мәселе. Жаңа басында, тақырыптың басында жаңа айттым ғой, мүдделі адамдар бар дедік қой. Осыдан кейін мүдделі адамдардың мүддесін әр тараптан көрінеді. Жаңағы энергетика сусындарды шығарып жатқандар кімдер? Кімге пайдалы ол? Адамдардың өлгені жақсы ғой, тез өлгені жақсы да, мысалға рак болып, ол емделіп қайта жазылып жүргеннен гөрі энергетикті ішіп бір күн жүрек тоқтап қалса, сол оңай да. Ал енді жаңағы қатерлі аурулардың бәрін шығаратында жаңағы тамаққа қосылған ГМО, анау-мынау дүниелер да негізінде соның қоздырғышы. Біз күнде пайдаланатын микроволновка, тағы басқа дүниелер бар да. Енді әйелдер еркекке қарсы қойып жатқан кезде осы нәрсенің көрінісі қайта қылаң бере беретіні жаңағы еркектер неғып ез болып кетті деп жатсыз ғой. Еркектің сыналатын жері негізі ер майданда сыналады дейді ғой, баяғының мақалы, бірақ ол әлі де мәңгі бақи актуальны болады. Өйткені ел басына күн туса, жаңағы ер етігімен су кешеді дейді. Бұл жерде енді сен қызды қалай шығарып қоясың мысалға? Енді ол заманда өтіп баратыр негізінде. Еркек емес, ертең мысалға қазақтың қыздары дронды меңгеріп алып, дронмен соғысып отыруы мүмкін. Мысалға бір әскерді дайындап, оны жаңа тамағын беріп, оны жаңағы 2 жыл 3 жыл соғысқа дайындап отырғаннан гөрі бір емес, 100 мыңдап дайындайсың ғой. 100 мың дрон сатып ала салып қойып қойған оңай негізінде камерасымен. Соған бір 10 шақты оператор қызды дайындай салса, мысалға сол да тиімді да, 1000 километр жерде жатып алып жаңағы қырғын сала береді. Сондай соғыстарға өттік қой қазір. Енді еркектің құны қалмай барды дегенде қыздардан табысты ешкім қызғанбайды. Қыздар өзі бір нәрсе жасаса тап түйнақтай қып істейді ғой өзі. Қыздың жасаған нәрсесі тап түйнақтай болады. Үйіңде мысалға әйелі бар үйдің берекесі болады. Сәні болады. Үйленбей жүрген достарыңды қарашы мысалға. Әбіржіп жаңағы берекесі кірмей жүреді ғой. Үйленгеннен кейін барып әйтеуір қарны шығып кішкене адам болады, беті кіріп. Шын ғой енді ол, шындық та. Өйткені оның жаны жай табады. Қыз балаға да сол мысалы. Ол аз тозып жаңағындай әр жерде жүрмей, бір ермен, дұрыс ермен бас құраған кезде жақсы болады жағдай. Бірақ енді мен айттым ғой бағана, саблаздың ғасыры деп. Бұл арбаудың ғасыры. Арбаудың ғасыры болғаннан кейін сенің алған біліміңнен де, мүмкіндігіңнен де, жасай алатын мүмкіндігіңнен де көп қаржы табуды талап ететін уақыт келді де. Мысалға, сен 4 жыл білім аласың университетте. Содан кейін саған бір 200 мың теңге, 300 мың теңге айлық төлейді.
бұл жерде табыстың теңсіздігі, экономикалық әлсіздік, мемлекеттің саясаты дұрыс емес. Тағы да келсең соған келеді да. Өйткені неге? Сөйте тұра жаңа 200 мың дегенмен ол сол ақша сенің бір 10 күндік өміріңе жетпейді. Иә. Ал енді сөйтіп тұрған кезде қыздарда табыс табамыз деп шығады. Қыздардың табыс табуы ол енді ол бар бір завод фабрикада істемейді ғой. Мысалы еркек сияқты бар естуға істемейді. Ол өзіне лайық бүгінгі керек дүниені істейді мысалы. Біреу мобилограф болады, біреу блогер болады, біреу SMM болады, біреу таргетолог болады. Негізгі мен қазақтың қазір бүгінгі банальный тақырыптарын айтып жатырмын. Банальный істеп жүрген мамандықтарын айтып жатырмын. Кейін көп керек болып жатқан мамандықтар. Менеджер болып жатады, біреу аудармашы болып жатады. Өстіп олар фриланста әр жерде жұмыс істегеннен кейін жаңағыдан да табысы көп. Иә? Біреудің мәселесінше бір кәсіпкер мәселесін шешіп берген ол мәселе шешіліп тұрған кейін ақшаны аямайды ғой. Иә. Қыз балаларға қолайы осы болып тұр да, содан кейін жақсы не болып жатыр. Содан кейін екінші нәрсе қазақта ғана емес, бүкіл әлемде. Жаңа жалаңаштанып құйрығын түсіретін, соны видеолар шығарып, контент жасайтын, видеолар жасайтын қыздар, ернін ісіріп, жаңағы жасайтын бәрін жасап, қуыршақ болып отыратын қыздар, мысалы, TikTok-тың стримі болсын, басқасы болсын, табысы жаңағы қара жұмыс істеп жүрген еркектен 10 есе көп. Енді оған еркек керек па, керек емес па? Бірге одақ құратын. Баяғы заман кетті, мысалы 40-шы жылдар, 50-шы жылдар, 60-шы жылдар еркек жоқ заманда, ол алқаш болса да осыған тиіп ал дейтін заман өтті да ол. Иә. Қазір әйелдер өздеріне сенімді. Әйелге сен қазір үй бер, үй салып бер, жағдайын жаса, жаңағы шетелге шығарып қой, содан кейін бала тапсын, үйде отырсын, болмаса көлігін алып бер деген нәрсенің өзі базовый минимум болмай қалды. Болмай қалды ол, шыны керек та. Ол енді тұлға ретінде бір эзотерикаға ұрынғысы келіп бірдеңке іздейді, эмоциональный ғой олар деген. Әйтеуір бір нумерология дейді, бірдеңке дейді, психология, йога дейді, әйтеуір бір оларды арбайтын дүние көп та. Келіп жатыр әйтеуір. Фитнес дейді, біреу жүзуге барам дейді. Жақсы, иә, денсаулығына пайдалы болса барсын. Бірақ енді барды екен деп тағы да сондай бір идеологияға ілініп қалып, бір үнділердің, басқа бір кришнайттардың тобына ілініп кетпесе болды да, әйтеуір қоғамға, өзіне, отбасына керек нәрсе болса айналыса берсін. Бірақ енді оның бәрін түсіне беретін елдің бәрі алмас емес қой. Жаңағыдағы думан ол. Сенің айтып отырған нәрсең, сен әйел мен еркектің арасына келгенде радикал емессің. Әйел мен еркек гармонияда болған қалайсың? Мен де солай болған қараймын. Мысалға, әйелді бір рет ұрып қойыпты деген әңгіме кетті ғой, мысалы кеше сұхбатта, иә? Былай қарап отырсаң, ауырмай сөйлеген, аңдамай сөйлеген ауырмай өледі дейді. Ол кісі қарапайым айтып жатты, мысалға, болды ғой біз ауылда әлі күнге дейін бар ғой бір жеңгелеріміз, ағаларымыз ұрып жатқандар, көресің да мысалға, ішің ашиды. Мысалға, сондай өзіңнің қарындасыңды болмаса бір қызың сөйтіп ұрып жатса қалай жаман. Иә? Мен оны дұрыс деп есептемеймін. Өйтіп таяқ жеп өмір сүргенше жалғыз өмір сүрген дұрыс деп есептейсің. Бірақ соны түсінетін еркек бар ма? Ең соғырлы еркек, мен нағашым айтатын, өзім нағашым. Ең соғырлы еркек әйелін ұратын еркек деп айтады. Кішкентай кезімде айтатын. Сол маған принцип болып қалып миымда. Кәдімгідей сіңіріп жіберген ғой аны. Ең соғырлы еркек әйелін ұратын еркек дейді. Білмеймін, енді өзінің 5 қызы болғаннан кейін айттым екен. Бірақ сөйтіп айтатын. Енді қазір сол базовый минимум дегеннің шкаласы максимум кетіп қалды ғой, сонан кейін де әңгіме болып жатыр да. Сонан кейін өмір сүру, ақпарат алмасу тез да, тым тез. Мысалға 1880 жылдар, 1900 жылдарда күніне бір жаңалық ашылса, болмаса күніне 10 жаңалық ашылса, 1900-дан 1980, 2000 жылға дейін күніне 100-деген жаңалық ашылып жатты. Күніне әлем бойынша 100-деген жаңалық. Және адамға керек. Ол біреу физикада, біреу медицинада болуы мүмкін, әр салада да. Қазір күніне 1000-даған жаңалық ашылады. Өйткені IT деген бар. Компьютер өміріміз жеңілдетті. Күніне 1000-даған жаңалық ашылып жатыр. Бір көлік шығып десе, ол көліктің моделі сенің еліңе жетіп болғанша уже артында тағы да бәленбай модель шығып кетіп жатыр. Көрдіңіз ба? Оның функциясы, жаңағы опциясы дейді, неше түрлі бар да. Былайша айтқанда арбау ғой осының бәрі. Қазір өмірді инженерлер жасамай, дизайнерлер жасайтын уақыт болды ғой. Сондай уақытқа келдік біз. Міне осының салдары бәрі. Және қарап отырсақ шынымен қоғамдағы, мемлекеттегі ең негізгі мектеп, медицинада, университетте жалпы ең көп атқарылатын жұмыстардың бәрін қазір әйелдер атқарып жатыр. Бірақ жаңағы таза мемлекеттік неде жұмыс істейтін кісілерде зарплата аз.
былай қарасаң шынымен әділетсіздіктер сол жақта болып жатыр, иә? Бізде ғой негізі зарплата аз бізде. Посткеңестік елдерде. Иә, тыңда. Оның бәрі сол жаңағы коммунистік идеологиямен тәрбиеленгендердің мемлекет басқарып отырғандығынан. Мен айтпаймын қазір ертең келіп, мысалға бізбен қатар тәуелсіздіктен кейін туғандар да келіп жетістіріп шекесін шалқытып жібереді демеймін. Мүмкін бізден кейінгі поколение жасайды. Мүмкін біздің қатарымыз жасайды. Өйткені нарықтық қоғамда тәрбиеленген адамның ойлауы бәрі бөлек болады. Кеңестік идеологияда қамытпен өмір сүрген адамдар. Мысалы Назарбаевтың жамандаймыз ғой, мысалы ренжиді адамдар да, бірақ оның көрген не еді? Оның көргені Брежнев, оның көргені Андропов, Хрущев. Қайсысы көздігінен тақтан түсіп те бәрі өліп бірақ кетті ғой. Жақ Қонаев деңізші. Иә, өлгенше отырды ғой бәрі. Шын ғой. Мысалы 82 жыл кім кетті дейді жаңағы. Ең соңғы жаңағы өздігінен тақтан бас тартқан бұл Горбачев. Егер Горбачев билікті құлатып кетпесе не болар? Әлі отырар едік қой. Мүмкін екеуміз орысша сөйлеп жүрер едік. Құдай біледі. Шын ғой. Әбеке, бағана сіз айтып қалдыңыз ғой. Ұлттық құндылықтар, ұлттық заттар бір Қытайдан шығып, басқаша формаға алады, бірақ керек деп. Сол сияқты қазір бала тәрбиесі осындай қысылтаяң замандарда өте маңызды. Сондықтан қазақы бір дәстүр берсе деп, біздің кәсіпкерлер жаңа бала деген компания Балауен деген осындай бір күй табақ шығарған екен. Бұның ішінде 96 картасы бар. Жаңылтпаштар, әртүрлі ақпараттар айтылады. Өздері жаттайды, тыңдайды, бірге қарап отырса болады. Осы бір керемет өнім сізге біздің студиямыздан, біздің подкасттан сыйлық. Кішкентайыңызға апарып беріңіз. Біздегі жаңа мен сізге айтып жатырмын ғой. Балалар әдебиетіне қалам тартылу керек деп, шығармалар жазылу керек деген сияқты. Мынау да сондай бір дүние болған негізінде. Неге десеңіз, баланы ұлтшыл қылып тәрбиелемесең, ол ертең оп-оңай кез келген жолға кетіп қалады. Идеология, басқа біреудің идеологиясына да кетеді, наркоманда болып алады. А ұлтын сүйген, ұлтшыл болып өскен бала, ол бәрібір өзінің темір қазығы тереңде жатқанын сезінеді де, осы соның жолында жасалған кез келген еңбекті мен дұрыс деп санаймын. Мысалы сол бағытта жұмыс істеу бәріміздің мойнымызда болу керек. Өйткені біздің мына жасап жатқан мемлекет, біздің жасап жатқан тауып жатқан табысымыз бәрі ертең балаларымызға қалады, баламыздың баласына қалады. Және осы елдің көркеюіне жұмыс істейтін солар. Негізгі біздің қазіргі істеп жатқан тіршілігімізде солар бақытты болсыншы деген әңгіме ғой. Рахмет, істеп жатқан тірліктерің, еңбегінің жемісін көре беріңдер, одан да үлкен табыстар болсын. Рахмет. Айтпақшы, бізде осы не істеп жатырсың, қалай болып жатыр дегенде біз қазір қажет деген қосымша жасадық. Бұл IT, мысалы Илон Маск, Стив Джобстарға қарап бір еліктеп, солардың деңгейде болсақ деген бір мақсаттан шыққаны ғой. Бізден неге қазақтан бір IT үлкен жоба шықпайды деп. Содан былтыр біз жалпы осы TikTokқа кәсіпке қартай адамдарды көбірек оқыттық. Және бір байқағанымыз сол жерде әйелдер қауымы өте белсенді, көп келеді. Ақша табуға, жаңаруға, жаңа білімді алуға, бір нәрсені меңгеруге деген ынтасы ерекше екен. Бірақ арасында көбісі кредитке, енді эмоциямен дедіңіз ғой, жаңа эмоциямен кейбір алаяқтардың арбауына түсіп қалып, үлкен сомадағы ақшаларын салып жіберіп, не олар алдап кеткен, не алған білімі жоқ, жоқ курстарға ақша төлеп қалған. Фильтрленбеген. Не курс жоқ, не ақша жоқ, не үйге келгенде ата-енесі ұрысқан, күйеуі ұрысқан, үйінің кәдімгідей берекесін алып қойған ғой. Біз соны көрдік та, сол офлайнымызды тоқтатып, қол жетімді болсыншы, мынау шетелдік қазір подписка деген аз ғана ақша төлейсің айына, бірақ шексіз курстарды көре берсін деп біз осы өзіміздің студиямызда өзіміз білетін білімдерді курс қылып оны түсіндірдік. Жаңағы осы әлеуметтік желілерді меңгеріп ақша табуды және жасанды интеллектті меңгеруді және жақсы әр саладағы мықты мамандарды біз апта сайын түсіріп курсқа айналдырып жатырмыз. Бұл бастамалардың былай шет жағасын білем. Маған таргеттен шыққан, көрген. Және әсіресе ютубтан ақша табу деген нәрсе бар, тиктоктан ақша табу деген бүгінгі қазақ жастарының құру уақытын өткізіп жатқан нәрсе ғой. Одан да неге ақша жасамасқа содан? 2019-дан бері мысалға сол сендердің подпискаларының ақшасын біреуге монета қылып татып жіберіп жатыр ғой тиктокта. Рас. Сондықтан мен айтар едім, әрбір жас мүмкін болса соған тіркеліп алған дұрыс деп. Және мен өзімнің сендерге айтатын ойым да, Қазақстан суретшілер одағы, бізде шеберлер одағы деген одақ бар, солармен де бір байланыста болып, шеберлермен өрім-өру, бір құмыра жасау деген сияқты нәрселерді болашақта курс қылып қоссаңдар екен.
егер маман керек десеңдер біз сендерге тауып беруге, жағдайын жасап студиясын түсіріп алуға, келістіруге көмектесеміз өзіміздің тарапымыздан. Тамаша. Неге десеңдер, қазақтың даласында ешқашан завод болмаған, ешқашан фабрика болмаған. Әрбір үйде шебер болған, әрбір адам киіз бас алған, әрбір ауылдың өзінің шебері болған. Былайша айтқанда фабриканы керек қылмаған. Енді бір қиын темірден түйін түйіп, бір қару-жарақ жасау керек болса, Дамашықтан алдырады. Басқа жаңағы біздің Жібек жолының бойында жатырмыз ғой. Керегінше саудадан алдыратын дүниелер болған. Жаңағы самаурыннан бастап кейбір заттарды алдырған. Бірақ негізінен бүгінгі тыныс тіршілігіне қажет дүниені қазақтар өз жасаған. Киіз үй болса жыл сайын киізін ауыстырған, текеметін жасаған, кестесін тіккен, әрбір қыз кестесі. Енді қазақта айтады ғой, бір қыз туса кестесі туып тұрады. Ұл болса жаңағы несін айтады? Атқамінер деп айтады. Сол сияқты не бір тіркестер бар, бірақ бәрінің айналасы қолын өрмен келеді да. Соны қарап отырсаңыз, міне қамшы ұстар дейді. Соны қарап отырсаңыз, енді сондай дүниелердің бәрін қазақтың бойынан осы мына коммунистік жүйе жойды. Шеберлердің бәрін апарып малға салды. Өйткені оларға алтын мен күміспен жұмыс істемеу керек болды. Өзіне жұмыс істемеу керек болды бірінші. Сөйттіре одан қалғанын егінге салды. Сөйттіре қазақтың қол өнерін жаназасын шығаруға жақындап еді. Тәуелсіздік алып қалдық қой. Мысалға, мына оңтүстік өңірде, Қызылорда, Шымкент өңірінде мына кілем тоқу деген сияқты өнер бар еді. Былайша айтқанда өлді сол. Обалда жаның ашиды. Сонда жаңағы сабақ қылып қалдыратын болса, оны істейтін адамдар қаншама жыл сайын тонна терілер құрт шіріп жатыр. Неге қамшы өріп үйретпеске балаларға, қазақтарға? Ол өзінің еңбекке тәрбиелейді. Ал неге жаңағы қанша тонна жүнді өртеп жатыр жыл сайын? Соны неге киіз бастырмасқа? Қырғыздар істеп жатыр, басқа халықтар істеп жатыр мысалы. Осындай нәрсе мен ойлаймын, сендерден қолдан келеді ол. Приложение жасағаннан кейін оны міндетті түрде алдап кете алмайсыңдар. Бәрі анық, бәрі. Сондықтан табысты болып, сондай дүниеге өткендерін қалаймын негізі. Рахмет. Мына сілтемеге, төмендегі сілтемеге өтіп, немесе мына номерге хабарлассаңыздар, толық ақпарат береді. Әбеке, сөзден сөз шығады демекші, жаңағы біздің осы бүкіл қазақ тіліндегі ең маңызды проблема, мен мынандай бір жақсы ой оқығам, мақала сол жерде айтады, Жапонның күрішті сырттан ала салуы өте пайдалы дейді мемлекетке. Бірақ олар әдейі өздері өндіріп отыр. Өйткені олардың тілінің 60%-ға жуығы сол күріш өндірісіне жапон тілін тікелей байланысты екен. Тура сол сияқты біздің қазақ тілінде жалпы негізгі құндылығы жаңағы тізгін ұстар, атқа мінер, кесте тігер дегендердің бәрі қарап тұрсақ, сол тіршілігімізге байланысты еді ғой. Бірақ қазір қалаға кеттік та, бүкіл қазақ сол мал шаруашылығынан алыстап қалғалы бері біздің сөзімізді күлдір кісіне етіп күреңді мінер ме екенбіз? Қазіргі зумерлер түсінбейді ғой оны. Осы мәселені егер айтыңызшы. Енді біз әлі жасымызда жеткен жоқпыз, саясатпен айналыспаймыз ғой, бірақ негізінде бір жүйелі бір реформа болатын болса, осыған қайтып келеді. Өйткені қазақтың жері үлкен ғой, мал бағуға да болады, қолайлы. Енді ол өтіп жатқан зумерлер дегенде бәрі зумер емес енді негізінде. Оның ішінде жаңағы бүркіт ұстап жүрген қыздарды көріп жатырмыз қаншама. Бұның бәрі енді бірді екілі шығар, бірақ соған қызығып, соның жаңағы бабын кесіріп құс ұстаймын деген кісілер болуы мүмкін. Мүмкін ондай сабақтарды да салу керек шығар сендерге мүмкін. Қызықтырады қалай баптайды деген сияқты. Өйткені қараңыз, егер осы нәрсеге сіздер қызықтырасаңыздар, мысалға бізде ойлайды осындай нәрсе түсіріп жатсаң, біреу подкаст түсірсе, келесі бір подкаст түсіріп жатқан адамның конкурент екен деп ойлайды. Шын мәнінде ондай емес қой. Бізде конкурент емес, соның армиясысың сен, бірге солармен бірге жүрген. Біздің конкуренттеріміз кімдер? Букмекерлік кеңселер. Қазақ жастарының назарын бұрып алып кетіп жатқан. Жаңағы энергетикалық сусын шығаратындар. Шын ғой. Онан кейін жаңағы қазақ жастарының жаңағы TikTokқа жаппай отырып алып, сондай жаңағы ешқандай қабілетсіз бедеп дүниелермен айналысып отырғаны, мысалға, ол жаныңа бата ма, батпай ма? Батады ғой. Өйткені оны ертең біздің бала шағамыз жетеді, олар көреді. Қалай ол мысалы сол? Одан кейін жаңағы анайы дүниелер көбейіп кетті ғой қазір бізде. Мен енді оны айтпай ақ қояйын, бірақ солардың жарнамалары өте көп қазір. Және оны біз салиқалы, салауатты деп жүрген кісілер жарнамалайды. Енді былай қарасаң, осының бәрі
азғындауды біз қолдан жасап жатырмыз негізінде. Біз әкелдік деңізші. Алдыңғы поколение, алдыңғы мынау буын, артқы буынның дұрыс болмауына кінәлі ғой негізінде. Кінәлі болады. Неге десең, үгіт насихат солардан болады. Мысалға, жас бала темекі шегейін демейді ғой, темекі шеккенді біреуден көрмесе. Сол сияқты әңгімеде. Рас. Әбеке, сұхбат барысында мен қоймаған, бірақ өзіңіз айтқыңыз келген бір ойлар бар ма? Мен енді өте көп дүниеге ішімізден тарқатылып, мүмкін дайындалмаған сұрақтарға жауап бердік. Егер айтылмай қалған дүние болса, кейін айтармыз, бірақ енді қазір менің ойымда сіз сұраған ойыма келген нәрсенің бәрін айттым деп ойлаймын. Және сұхбат өте ұзақ сияқты. Құрметті көрермендер, ендеше Қажет арнасына жазылып қойыңыздар, және келесі жолы қандай қонақтармен қандай тақырыпта талқы сұхбат болса, тақырыптарын жаза кетсеңіздер тамаша болар еді. Аман сау болыңыздар. Рахмет. Алғыс.